Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге спатифилум гүлі жайлы айтқым келіп тұр. Бұл гүл әйел бақыты гүлі. Және де бұл гүл әйел адамын бақытқа кенелткендіктен әйел адамның көбісі осы гүлді үйлерінде өсіріп баптайды. Және де бұл гүл біздің үйде де бар. Және де осындай гүлдерді жақсы өсіру үшін күн жерге қоюға болмайды. Өйткені бұл гүл көлеңке жерді талап етеді. Және де бұл гүл қыс мезгілінің сон жағында, күз мезгілінің бас жағында әдемі болып өсіп бүр жара бастайды. Сол кездері бұл гүлді, яғни спатифилум гүлін көлеңке жерге сақтау керек. Мен алғашқы наз жапырақты кішкентай ыдысқа су құйып қойдым. Және де бұның тамыры шығып, мен бұны топыраққа ектім. Енді бұл гүл келген сайын үлкен ыдысқа салып, және де топырағын жұмсартамын. Және де гүлдің пайдасы ол біздің бөлмеміздегі лас ауаны өзіне жинап, бізге таза хош иіс ауа береді. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін өзімнің қатты жақсы көретін гүлімді қалай сізді көрсетемін. Gülümüz 25 santimetre. Енді суға салып, 2-3 күн күтетін боламыз. Все по парам,